Ассалаумағалейкум достар. Бүгін сіздермен қазақ тарихына қатысты өте құнды картамен таныстыратын боламын. Бұл құпия көне картада қазақ жерінің жер-су атаулары, өзен көлдерінің атаулары, сонымен қатар көне қалалардың аттары және сызбасы, онда мекендеген халықтар туралы айтылады. Бұл карта 1448-1459 жылдарының аралығында Венецияда Португалия патшасы Альфонсо V тапсырмасымен дайындалған. Карта авторы венециялық монах Мэп Мунди, яғни әлем карталарының авторларының бірі картограф Фра Мауро жасады. Алайда тапсырысты патшаға әкеле жатқан жолда карта құпия жағдаймен жоғалады. Дәл осы жылы картаны қайтадан Фра Мауроның шеберханасында венециялық картограф, теңіз саяхатшысы Андреа Бианко жасап шығады. Қазір бізге карталардың тек көшірмелері ғана жетіп отыр. Карта туралы шағын ақпарат беріп өтетін болсам, картада жердің кіндігі Иерусалим деп көрсеткен. Жердің кіндігі Иерусалим екені айтылған картада. Одан кейін ең бастысы, бұл картада Жошы ұлысы дейміз ғой, яғни Алтын Орда мемлекетінің территориясы Орта Азия толығымен түскен. Міне көріп отырғандарыңыздай, сонымен қатар қазіргі сол кездегі Әмір Темір империясы барлығы түскен. Оның ішінде Үндістан территориясы, сонымен қатар Қытай территориясы, Өзбекстан, Тәжікстан, Қырғызстан, Ауғанстан, Моңғолия, Ресей территориялары барлығы түскен. Бұл картаның бір ерекшелігі, тағы бір ерекшелігіне тоқталатын болсақ, бұл картада Европа мен Азияны Дон өзені емес, Танаис дейді ғой, сол кезде. Танаис өзені емес, Еділ өзені, яғни қазір Волга өзені, Еділ өзені. Көрдіңіздер, осы бөліп тұр деп көрсетеді. Міне Европа. Енді міне мынау Азия. Сонда қазіргі мына сарай қалаларының, сарай қалаларының барлығы осы Азияға кіріп тұр. Енді картаның құрастырылуына келетін болсақ, карта 12-13 ғасырдардағы еңбектер қолданған. Оның ішінде христиан дінінің теологиялық еңбектері, сонымен қатар араб географ саяхатшыларының еңбектері, және де әлем карталарының маршруттық карталары бар ғой, әлем теңіз саяхатшыларының маршруттық карталары қолданған Мунди карталары. Соның белгілері бар. Жалпы бұның ішінде мен қазір географиялық картаны ғана айтып отырмын. Бұның ішінде космографиялық белгілер де бар, оны кейін тоқталармыз. Қазірше бізге ең маңыздысы осы географиялық карта. Бұның ішінде өзен, су, жерлер, олар туралы атаулар, мекендеген халықтар, үңгірлер, жолдар, өткелдер, қалалар, соның барлығы көрсетіледі. Енді сіздер күткен маңызды нәрселер не күтіп отырсыздар сіздер? Бұның ішінде ең маңызды Орта Азиядағы қалалар кіреді, әсіресе бұның ішіне кіреді Отырар қаласы, сонымен қатар Бұқара, Бадахшан, Сарайшық, Балық, Алмалық, Маңғыстау, міне Маңғыстау деп тұр. Көптеген сарай қалаларының, Сарайшықтың өзі бөлік, сарай қалалары, яғни Алтын Орданың астаналары кіреді. Самарқанд та кіреді. Және де басқа да көптеген қалалар бар. Енді соған шағын тоқталып өтетін болсақ, дәл қазір сіздерге сарай қалалар туралы айтып өтетін боламын. Сарайшық, үлкен сарай, кіші сарай деген бұл Алтын Орданың, сол кездегі жошы ұлысының астаналары. Оның ішіндегі Сарайшық, міне Сарайжұқ деп көрсетілген бұл жерде. Бұл Сарайжұқ деп көрсетілген, біздіңше Сарайшық қаласы. Бұны Яйыншо өзені қоршап тұр дейді. Яйыншо, мына өзеннің аты Яйыншо деп жазылған. Венециандық диалектте, латын тілінде Яйыншо дегеніміз Жайық өзені. Яғни қазір картада Орал ривер деп көрсетілген. Орал өзені емес, бұл Жайық өзені, өйткені латыншасында Жайық, Яйыншо деп жазылып тұр. Бұл біздің қазіргі Атырау облысындағы қазақ хандарының ең алғашқы астаналарының бірі болған Сарайшық қаласы. Екінші Сарай қаласы деген қала бар. Міне сарайдың бірнешеуі бар. Міне Лорд де Сарай дейді. Міне Сарай, Лорд де Сарай. Осыда бір қалашық. Одан кейін Грандо Сарай,
міне Грандо сарай қаласы, үлкен сарай деген сөз, гранде деген үлкен, сарай қаласы деген сөз. Бұны да жаңағы бір жағынан Еділ өзені, екінші жағынан Қарасарай өзені қоршап жатыр. Бұлардың енді өзендердің ортасында арнайы қорғаныс үшін, екінші жағынан меніңше егін шаруашылығы үшін өзендерді бұрмалаған болу керек па деп ойлаймын, бірақ ғалымдар өздері зерттей жатар. Сарайдың 3-4 түрі кездеседі бұл жерде, яғни мен сіздерге оның бәрін тоқталып өттім. Енді тағы бір ерекше жері, осы сарай қалалардың жанында екі үлкен пантеон кездеседі. Біріншісі Сепультара Реал деп аталады. Міне жазуы Сепультурай Реал деп аталады. Бұл дегеніміз мағынасы хандар мен билеушілердің қорымы дегенді білдіреді екен. Дәл осы жерде мына пантеон үлкен. Одан кейін екінші пантеон Сепультара Реал деп аталады. Сепультара Реал деп аталады. Бұл да үлкен пантеон, бұның мағынасы император қорымы дегенді білдіреді. Яғни билеушінің қорымы дегенді білдіреді. Билеушілердің, әскер сарбаздардың. Бұл екеуі де жаңағы Қазақстанның географиялық орналасуына қарағанда Қазақстан территориясында орналасқан болуы мүмкін. Әсіресе мына Сепультара Реал патшалар қорғаны деген. Біздің ойымызша бұл аумақтарда сол кездегі Әмір Темірдің иелігінде болғандықтан, осы Маңғыстау өңірі, Алтын Орда мен Әмір Темір арасындағы шайқастарда қаза болған қолбасшылар жерленген болуы мүмкін деген жорамал бар. Екіншіден, бұл пантеондар, екі пантеон, бұл пантеондардың жанында жазулар да бар. Бұл жазулардың мағынасын айтам. Бұл пантеондар екіншіден Алтын Орда билеушілеріне тән бе деген ой келеді. Нақтысын ғалымдар айта жатар дегенмен, Әмір Темірдің әскер басшылары жерленген деген 18 пантеонның орны көрсетілген. Мына жерде текстте, мынау текстте міне Әмір Темірдің сарбаздары жерленген, 18 сарбаз жерленген деген осы пантеонның орны осы жерде жерленген деп көрсетілген текстте. Сонымен қатар картада жібек жол бойында керуен өтуге арналып қазылған үңгірлер немесе тас жолдар кездеседі. Сонымен бірге Қарасу, Қозысу, көк теңіз дейді. Көк теңіз. Біздіңше бұл көк теңіз Балқаш болуы мүмкін. Тағы басқа сол сияқты өзен немесе көл атаулары кездеседі. Сонымен қатар Александр Македонский болған жер деген атпен белгілі аймақ. Бұл да осы Қазақстан территориясында кездеседі. Осы бір аумақта міне бір тексттің ішінде Александр Македонский болған жер деген тексттерде жазылған. Бұл аумақ қазіргі шамамен Қызылорда территориясының аумағы болуы мүмкін деген ойлы деп өзім болжап отырмын. Картада Орғанза деген жердегі тексттер олардың Әмір Темір әскерінен жеңілгені туралы айтылады. Осы тексттердің ішінде Әмір Темір әскерінен жеңілген Алтын Орда әскерлері туралы айтылады. Мынау венециандық диалектте жазылған тексттер ғой. Латынның бір бөлек диалектісі. Енді картаға бағанадан күтіп отырған тақырыпқа тоқталсақ, картада Маңғыстау деген атау кездеседі. Маңғыстауды Маңғышлаш деп берген, анықтап қарасақ қамалдардың орны байқалады. Мына жерде кішігірім. Бұл өңірде арбамен заттарын арбамен тасиды. Және арбаның суреті салынған байқап тұрсыздар. Соның астында осындай текстте заттарын арбамен таситын халықтар мекендейтіні туралы жазылған. Сонымен қатар басқа да Каспий теңізінің бойындағы порттық қалалар туралы деректер берілген. Сонымен бірге міне әсіресе Алатурло деп тұр ғой міне.
Одан кейін Сибифуес, Мафика, Мафикифа. Бұлардың барлығының транскрипциялық атаулары бар. Нақты мен сіздерге мына жерден шығарып оқып берсем де болады, бірақ көп уақыт кетеді. Алатурло деп тұр. Міне Алатурло деген әйгілі қамал осы жақта да көрсетіп қалған, мүмкін шатасқанда болуы мүмкін. Одан кейін ең басты қызық нәрсе міне дәл осы жерде картада Сие ата деген жазу бар. Бұны мен арнайы оқып зерттедім. Ағылшын тілінде аударған кезде ағылшын жазуында осылай аударылып тұр. Сие ата деген бекініс пе жоқ пантеон ба белгісіз құрылыс орны көрсетіліп тұр. Географиялық орналасу жағынан қазіргі Сисимата қорымына сәйкес келеді. Біздің ойымызша қазіргі Сисимата қорым болуы да мүмкін деген болжамдар бар. Бұл жердің арғы тарихы Оғыз заманына алып бергісі алтын орда мен қазіргі Әмір Темір кезеңі кейінгі Адай руының қоныстарымен қорымдарымен белгілі болып танылады, өздеріңіз білесіздер. Енді картада тағы бір қызық жер бар. Бұл Қазалы деген, Казали деген жер бар. Бұл Қазалы деп тұр, бірақ бұның мағынасы басқаша екен, мен кейін оны түсіндім. Біздің Қазалыға келмей қалуы мүмкін. Оны енді ар жағын ғалымдар зерттей жатар. Енді келесі тоқталатын маңызды екі көл бар. Бұлар көлдер туралы картадағы мәтінде. Міне мына жерде көлдер туралы картада мәтін бар. Қазір көрсетемін сіздерге. Көлдер туралы картадағы мәтінде былай делінеді. Осы теңізді татарлар Гактенис, яғни Гактенис деп атаған. Ол қыста қатып жатады делінген. Бұл Гактенис дегені қазақша көк теңіз, сол кездегі түркі тілінде көк теңіз дегенді білдіреді. Орналасу координаттарына қарағанда бұл Балқаш көліне сәйкес келеді. Дәл осы көлдің жоғарғы жағында Эль-Марбианчо, яғни деген атпен көл кездеседі. Яғни бұның қазақшасы ақ теңіз, яғни Белое море деп ол жерде сөйтіп жазылған. Бұның біздіңше бұл Алакөлге сәйкес келіп тұр. Мұнда Отырар, Алмалық қалалары көрсетілген. Тағы бірі Әмір Темірдің Қытайға жасаған жорығы туралы маңызды ақпарат беріледі. Отырар қаласының жанында осындай мына жазуда Әмір Темірдің Қытайға жасаған жорығы туралы баяндайды. Онда Әмір Темірдің әскері тұтқындан Қытайға жорық жасайды, алайда сол алқапта қатты соққан қаһарлы желден дейді Отырарға шала жансар күйінде оралуға мәжбүр болған екен Әмір Темір. Сол туралы міне Отырар деп тұр ғой, ішінде тексттерде тұр. Мәжбүр болып сол жерде қайтыс болады дейді. Яғни Әмір Темір Отырарда қайтыс болады. Содан оның денесін кейін апарып Самарқандқа жерлейді. Яғни Әмір Темірдің алғаш қайтыс болған жері бұл Отырар екен. Содан кейін оның әскерлері ыдырап кетеді делінген екен. Яғни бұл текстте осы қысқа ақпарат жазылған. Мен сіздермен шағын сараптап шықтым. Әлде мынаның ішінде Алмалы деп тұр, Алмалық деп тұр ғой. Отырар, Алмалық деп тұр. Енді осы басқа да көптеген қалалар бар бұның ішінде. Оны өздеріңіз ары қарай зерттей жатасыздар. Эль-Марбианчо деген бағана мынау Алакөлде отырған осы жер. Міне Азия деп тұр, міне Сібір деп тұр. Дәл осы бір жерлерде үлкен қамал бар. Ол қамалда өзеннен өтетін ол болото жер дейді. Осы бір тексттердің біреусінде бар. Сол жерден бірақ өткел бар дейді. Сол басқа жағынан өтсе, арбалардың бәрі батып қалады дейді. Сол туралы айтқан. Бұл Сібірде орналасқан дейді. Бұл біздің жаңағы Есіл мен Нұрада болуы мүмкін. Сондықтан бұл картаны әлі алда көп зерттеу керек деп ойлаймын. Кейбір географиялық координаттары дұрыс емес берілген. Міне Сарматия деп тұр. Ресейдің территориясына дейін ары қарай деп көрсеткен, бірақ бұның бәрі енді Сібірдің өз көшпенділердің жері, көптеген таныс қалалардың аттары, жер сылтаулары болуы мүмкін. Бұлардың барлығының диалекттердің бастан үстінен шығып аудармасы жазылған. Сондықтан мен картаның соңында сіздерге
картаның сілтемесін соңында жіберем, маған жазыңыздар бірінші, содан кейін мен сіздерге сілтемесін жіберейін, сол арқылы өздеріңіз кіріп тағы да қарай жатасыздар. Бүгінгі осымен аман болыңыздар. Мен енді басқа да карталарды саламын. Қазақ тарихы туралы өте тың, өте маңызды ақпараттарды салып отырамын. Бұрын ешқайда жарияланбаған, бұрын шықпаған, көп ғылыми айналымға ене бермеген нәрселерді менің парақшамнан көретін боласыздар. Аман сау болыңыздар.